Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен орама нан дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Ол үшін 200 мл суға 1 шай қасық тұзды салып, тұзы ерігенше араластырып аламыз. Кейін бір дана жұмыртқамызды үстіне салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды біртіндеп 3-ке бөліп саламыз. Ұн 450-470 грамдай кетеді. Кейін қамырды жақсылап илеп, бетін жауып 20-30 минутқа тынықтырамыз. Бізде осындай қамыр шығуы керек. Енді салмасын дайындап аламыз. Пиязды майдалап кесеміз. Мен пияздан 450 грамдай қостым. Дайын болған пиязымызды үлкен ыдысқа саламыз. Ендігі кезекте асқабақ немесе картопты осылай төртбұрышты етіп турап аламыз. Өздеріңіздің қалауыңызша асқабақ немесе картоп қоссаңыздар болады. Туралып болған асқабағымызды үлкен ыдысқа саламыз. Ең соңында фарш немесе ет, құйрық майымызды саламыз. Барлығын араластырып, тұз, қара бұрыш қосамыз. Қамырымызды жаяр алдын ең алдымен суды құйып, газға қойып қоямыз. Қамырды жұқалап жайып шығамыз. Жайылған қамырдың үстіне май жағып шығамыз, толықтай барлық жағына. Жайылған қамырдың үстіне дайындалған начинканы бір келке етіп саламыз. Қамырды баяу орай отырып, рулет қылып түйеміз.
Ораманы буға пісіргішке немесе кастрөлдегі буға, яғни мантоваркаға салып шамамен 50-60 минут пісіреміз. Бұл ораманың дәмі ерекше әрі тойымды.